Баршаңызға сәлем, арнама қош келдіңіздер. Менің есімім Назира. Бүгін жет шелпек бауырсақ пісіреміз. Шелпектің өте бір жұмсақ етіп пісірудің рецептісімен сізбен бірге бөліскім келіп отыр. Керемет жұмсақ, дәмді, әдемі болып шығады. Бұл шелпекпен бауырсақты пісіру үшін мен сүт алдым. Мен қамырды сүтке үйледім. 250 грамм сүтті жылытып, қатты ыстық қылмай жылытып алдым да, үстіне шамамен бір 50 граммдай сары май қосып, сосын кішкене 100 граммдай қант қосып жібердім. Бір шай қасық тұз, бір шай қасық дрож. Қантты өздеріңіздің қалауларыңыз бойынша қоспай қойсаңыздар да болады негізі. Сосын үстіне ұнды салып, ұн шамамен 400-450 граммдай ұн кетеді. 250 грамм сүтке ұнды салып, қамырымды иілеп, жақсылап, бетін жылы жауып, жылы жерге орап, бір жарты сағатқа қойып қоямын. Қамыр көтерілу үшін әдемі болып. Достар, каналыма тіркеліп, достарыңызбен бөлісіп, лайк басып, арнамның дамуына қолдау көрсетіп қойсаңыз, үлкен рахметімді айтамын. Мінекей, мен қамырым көтеріліп дайын болды. Енді осы қамырды теңде 2 бөлікке бөлемін. 2 бөлікке осылай бөліп, бір бөлігін тағы 2-ге бөліп, үлкен зуала жасаймын. Бұл 2 үлкен зуаладан мен бауырсақ пісіретін боламын. Одан кейінгі бөлігін, бұл бөліктен шелпек пісіремін. Осылай менімен бірге жасап көріңіздер, өте дәмді болып шығады. Ең бастысы жұмсақ болып пісіп шығады. Осылай зуалаларымды жасап дайындап аламын. Сосын целлофанный мешокқа салып, бір шетке қойып қоям. Енді бауырсақтың қамырын жайып, бауырсағымды пісіруге кірісіп, ең алдымен бауырсақты пісіріп алатын боламын. Осылай жайып, бір кез келген домалақ затпен бауырсақты кесіп аламын. Осылай бәрін домалақ етіп, ең алдымен кесіп алып, ой пікірлеріңізді комментарий бөлімінде қалдырып қойсаңыздар болады. Бәрін осылай кесіп, бір ыдысқа салып, бетін жауып, бір 10 минутқа қойып қоямын, шамалы көтерілу үшін. Ол уақыттың арасында енді шелпектерімді де жайып дайындап аламын, және бұл шелпектерімді де бәрін жайып, бір ыдысқа салып, бетін жауып, қойып қоямын да, енді пісіруге кірісемін. Қызып тұрған майға осылай ең алдымен бауырсақтарымды пісіріп аламын. Ауызашарға осылай пісіріп қойсаңыздар болады, өте керемет, дәмді, жұмсақ болып пісіп шығады. Осылай жасап көріңіз міндетті түрде. Ой пікіріңізді қалдырып қойыңыз. Пісірген бауырсақтарыңыз қандай болып шықты, сол туралы бөлісіп қойсаңыз, қатты қуанып қалар едім. Мінекей, осылай ең алдымен бауырсақтарымды пісіріп аламын. Ендігі екінші кезекте шелпектерімді пісіретін боламын. Бауырсағым бәрін пісіріп алдым, енді шелпектерімді пісірем. Шелпекті де осы майға салып, бірінші салған кезде шетін сәл көтеріп жіберіңіздер, сол кезде орта жағы да пісіп, әдемі болып шығады. Әйтпесе шетін көтермесеңіздер, орта жағы аппақ болып піспей қалады. Мінекей, әдемі болып шелпектерім пісіп шықты, керемет, міндетті түрде жасап көріңіздер осылай. Өте дәмді болып шығады. Негізі шелпек деген біздің қазақ халқының ұлттық тағамдарының бірі ғой. Мінекей, осылай бәрін пісіріп алдым. Енді пісіріп алдым, бәрі менің бауырсақтарым, шелпектерім пісіп дайын болды. Осылай жасап көрсеңіздер болады. Қараңыздар, қандай керемет, арасы да өте жұмсақ болып, бір кәдімгідей
күшті болып пісіп шығады ғой. Осылай қамырды осылай илесеңіздер, сүтпен жаңағыдай кішкене май қосып жіберіп арасына, керемет дәмді болып шығады. Видеомды соңына дейін қарағаныңыз үшін сізге көп рахмет. Арнамнан алыстамаңыз. Менің алда шығатын жаңа видеоларымды қарау үшін төмендегі подписаться батырмасын басып, арнама тіркеліп қойыңыз. Сау саламатта болыңыз.